Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен доллар зенди гүлін пересадка жасағым келіп отыр. Мына жерде қараңыздар, топырағы құнарсызданып кеткен. Мына көрдіңіздер ме? Соны пересадка жасайын деп отырмын. Мына жерде топырақ құрамын жасап қойдым. 7 түрлі қоспасы бар. Әртүрлі қоспалар қосылған топыраққа заказ беремін десеңіздер, мен экранға телефон номерімді қалдырып кетемін. Сол жерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен почта арқылы салып жіберемін. Мына қараңыздар, осы зенди. Мына ешқандай да ауыру еш нәрсесі жоқ, өзін жақсы сезініп отыр. Мына картошкасы да жақсы. Қазір көрсетемін анықтап. Мына картошкасы да шірімеген, өте жақсы, тамырлары да жақсы. Қазір қалай босатып, тамырларының барлығын көрсететін боламын. Мына жақтағы шашылып жатқандарға мән бермеңіздер. Бүгін менде пересадка күні болды. Мына гүлдердің барлығын пересадка жасадым. Енді осы доллар зендиға келіп тұр кезек. Қазір тамырын ашып көрсетейін. Доллар гүлі негізі суккулент сортына жатады. Бұл гүлге суды көп құюға болмайды. Мына ешқандай да шіріген тамыры жоқ. Қараңыздар, ешқандай да үзіліп тұрған жоқ. Мына жақсылап көрсетейін. Мына барлық тамыры жақсы, өте мына. Қараңыздар. Мына қаралары мына шіріп тұрған жоқ, просто топырақ. Топырақтан босатып жатырмын. Бұл гүлге ешқандай да ем, ондай еш нәрсе керек емес. Мына жапырақтары өте жақсы. Тек қана топырағы құнарсызданып кеткен. Мына қараңыздар, аппақ болып кәдімгі мындай болып кеткен. Мен соны енді құнарлы, әдемі 7 түрлі қоспасы бар, агробальт торф қосылған, қаншама қоспасы бар. Топырақтың жақсы екенін былай ұстаған кезде мына бірігіп қалмау керек. Достар, тек қана универсальный топыраққа отырғызатын болсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өспейді. Универсальный топырақ ол бірігіп қалады да, гүлдердің тамырына ауа жібермей қояды. Одан кейін ол универсальный топырақ негізі қоспаларын қосу үшін жаралған. Қоспаларын қоспасаңыздар, гүлді жапырағын күйдіріп, тамырын шіртіп жібереді. Сол себепті де осындай қоспалары бар топыраққа заказ беремін десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Агробальт торф қосылған, ол профессионалды агробальт торф. Ол тек қана үлкен көлемде 250 литрде сатылады. Мен соның барлығын қосып, сіздерге дайын етіп беремін. Мына қараңыздар, древесный угілі да бар, ішінде барлығы бар. Қазір мен енді осы зенди гүлін жақсылап отырғызамын. Мен бұны өзінің горшогына отырғызамын, өзінің шыққан горшогына. Себебі тек қана үлкен емес, тек қана топырағына ауыстырамын. Доллар гүлін отырғызған кезде мына жаққа дейін көміп тастамаңыздар топырақты. Тек қана тамырын жабатындай болса болды. Қатты бұны отырғызған кезде қатты топырақпен көміп тастауға болмайды. Ол кезде стрелкалары шыға алмай қалады. Мінекей достар, көрдіңіздер ме? Мына жерге дейін ғана көміп отырғыздым. Мына болды, осылай отырғызамын. Мынау әлі су құйған кезде топырақ басылады. Сол себепті де мен сәл көптеу салдым. Мінекей достар, доллар зенди гүлін осылай отырғыздым. Енді керемет әдемі болып өсетін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнатса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Тағы да бір айта өтетін, видео соңында мына шыққан отход, жаңағыдай қалған топырақтарды басқа гүлдерге қолдануға болмайды. Бұны тастаймыз достар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.